Әке мен қыздың арасындағы махаббат. Мұны естудің өзі ақылға сыймайды. Бірақ бұл ойдан шығарылған сценарий емес. Бұл Америкада болған шынайы оқиға. Бір ғана отбасының ішіндегі азғындық, сатқындық және қатыгездік бірнеше адамның өмірін жалмады. Ал оқиғаның соңы соншалықты сұмдық болды. Тіпті оқиға орнына алғаш жеткен полиция қызметкерлері де бір сәтке абдырап қалды. Егер сізді шынайы қылмыстық оқиғалар қызықтырса және мұндай істердің қалай ашылатынын бірге талдағыңыз келсе, қара із арнасына жазылып, еңбегімізді қолдап кетіңіз. Сіздің әрбір қолдауыңыз қазақ тіліндегі осындай сапалы контенттің көбеюіне үлес қосады. Ал енді бұл істің қалай басталғанына назар аударайық. 1995 жыл. 20 жастағы Стивен Пладл интернет арқылы 15 жастағы Алисия Гарсиямен танысады. Олардың арасын шамамен 3000 шақырым қашықтық бөліп тұрған еді. Алиса Техас штатында Сан-Антонио қаласында тұрса, Стивен Нью-Йоркте өмір сүрді. Бірақ хат алмасу көп ұзамай махаббатқа ұласты. Стивен ұшаққа билет алып, сүйіктісі тұратын Сан-Антониоға жол тартады. Алайда Алисаның ата-анасы бұл жігітті бірден жақтырмайды. Олар қызына Стивенмен қарым-қатынасын үзуді қайта-қайта талап етеді. Бірақ Алиса өз шешімінен бас тартпады. 16 жасында ол жүкті болып, 1998 жылдың қараша айында қыз бала дүниеге келеді. Сәбиге Денис деген есім беріледі. Алайда дәл осы сәттен бастап Стивеннің шынайы мінезі ашыла бастады. Алисаның айтуынша, қыздары туғаннан кейін Стивен мүлде өзгеріп кеткен. Ол әйелін үнемі қорлап, қорқытып, толық бақылауда ұстауға тырысқан. Қатыгездігі тек Алисамен шектеліп қалмады. Ол тіпті жаңа туған сәбиіне де аяушылық танытпайтын. Үйдегі мысықтарды тұншығып қала жаздайтын күйге дейін азаптайтын. Туған туыстарымен мүлде араласпайтын, тіпті достары да болмаған. Үйінде көп мөлшерде қару сақтап, бірде-бір жұмыста ұзақ тұрақтай алмайтын адам болды. Кейде кішкентай Дениздің денесі көгергенше қысып, тіпті мына тасымалдайтын мұздатқышқа салып, есігін бар күшімен жауып жіберетін. Алиса бірнеше рет қызын енді тірі көрмеймін-ау деп ойлап еске алатын. Соған қарамастан, ол Стивенмен бірге өмір сүруін жалғастыра берді. Біраз уақыттан кейін олар ресми түрде некеге тұрды. Денис 8 айға толғанда ерлі зайыптылар ауыр шешім қабылдайды. Қаржылық жағдайымызға мына баланы асырай алмаймыз деп асырап алушыға тапсырады. Алайда кейінірек белгілі болғандай, Алисаны мұндай қадамға итермелеген оның басты себебі Стивен еді. Көп ұзамай Денисді Энтони мен Келли Фуско асырап алады. Олар қыздың есімін Кетти деп өзгертіп, Нью-Йорк штатының солтүстігіне көшіп кетеді. Осылайша Кетти үшін мүлде жаңа өмір басталады. Жақындарының айтуынша, Кетти мейірімді, әрі ашық мінезді қыз болған. Ол жануарларды ерекше жақсы көретін. Вегетариан болған. Сурет салып, комикстер жасауды ұнататын шығармашыл тұлға еді. Мектепте достары өте көп болды. Ал жоғары сыныпқа келгенде цифрлық жарнама саласы бойынша білім алып, университетке түсуді армандайтын. Бірақ оның барлық арманы күтпеген жерден күл-талқан болды. Көптеген асыранды балалар сияқты Кетти де өз биологиялық ата-анасын тауып, олармен танысуды армандайтын. Фуско отбасы оның асыранды екенін ешқашан жасырмай айтқан. Сондықтан Кетти әлеуметтік желілер арқылы өзінің туған әке-шешесін іздей бастайды. Ақыры 2016 жылы 18 жасында ол іздеген адамдарды табады. Мектепте жаңа ғана тәмамдаған Кетти алдымен биологиялық анасы Алисамен байланыс орнатады. Ол кезде Алиса 37 жаста болса, Стивен 42 жаста еді. Колледжге түсуді бір жылға кейінге қалдырған Кетти биологиялық ата-анасымен бірге тұрып көруге шешім қабылдайды. Бірақ дәл осы шешім оның өміріндегі ең үлкен қателікке айналатынын ол әлі білмеген еді. Осылайша мінекей, Кеттиді асырап алған ата-анасы оның бұл шешіміне мүлде қарсы болмады. Бір жыл оқуын кейінге қалдырып, өмірінде мүлде танымайтын адамдардың үйіне көшіп баруға оларға үлкен алаңдаушылық тудырды. Бірақ Кетти кәмелет жасына толғандықтан олар оған кедергі жасай алмады. 2016 жылдың тамызында Кетти заттарын жинап, биологиялық анасы Алиса мен әкесі Стивеннің үйіне көшіп келеді. Сол кезде Алиса мен Стивен әлі ресми некеде болатын. Бұған қоса,
олар Кетиден кейін дүниеге әкелген тағы 2 қызы тәрбиелеп жатқан еді. Кетиді асырап бергеннен кейін ол жылдар өткен сайын ерлі-зайыптылар қайтадан ана болуды шешкен. Араға 5 жыл салып, олардың тағы 2 қызы дүниеге келген. Алайда сырт көзге толық отбасы болып көрінгенімен, үй ішіндегі жағдай мүлде басқаша еді. Алиса мен Стивеннің ара қатынасы әлде қашан суып кеткен болатын. Олар үнемі жанжалдасып, бөлек бөлмелерде ұйықтайтын. Тіпті ажырасу туралы ойлана бастаған еді. Алисаның айтуынша, Стивен ашуланған сайын жиһаздарды қиратып, әйелін өз қыздарының көзінше қорлап, намысына тиетін. Кети үйге көшіп келгеннен кейін Алиса оған Стивеннің бұрынғы барлық қатыгездігін айтып берген. Денис сәби кезінде мұздатқышқа қамалғанда жасырмады. Бірақ Кети бұл әңгімелерді аса мән бермегендей көрінді. Ол естігендерінің бәрін елемей, Стивенге бұрынғыдай сеніммен қарауын жалғастырды. Ол кезде Стивен бірнеше жылдан бері жұмыс істемейтін. Үйде қалып балаларға қарайтын. Ал отбасының барлық шығынын Алиса жалғыз өзі көтеріп жүрген еді. Бірақ Кети көшіп келгеннен кейін Стивен мінез-құлқы күрт өзгере бастады. Ол өз күтіміне ерекше көңіл бөліп, шаш үлгісін өзгертті. Сақалын сәндеп, спортпен айналыса бастады. Бұл өзгерістердің себебі көп ұзамай белгілі болды. Кети көшіп келгеннен кейін 6 апта өткенде түнде Алиса күтпеген көрініске тап болды. Ол Стивеннің Кетидің бөлмесінде еденде ұйықтап жатқанын көреді. Алғашында Алиса үндемей қояды. Бірақ дәл осындай жағдай тағы да қайталанғанда, олардың арасында үлкен жанжал шығады. Стивен болса бар болғаны, мен үлкен қызыммен көбірек уақыт өткізгім келеді. Ортақ қызығушылығымыз көп, бір-бірімізді жақсы түсінеміз деп жауап береді. Алайда бұл сөздердің астарында әлде қайда қорқынышты шындық жатқан еді. 2016 жылдың қараша айында Алиса ажырасу арызы береді. Ол 2 кішкентай қызын және Кетиді ертіп, жаңа үйге көшуді жоспарлаған. Бірақ күтпеген жағдай болды. Кети анасымен бірге кетуден бас тартып, Стивенмен бірге сол үйде қалатын айтты. Сол сәтте Алиса олардың арасында не болып жатқанын әлі де білмейтін. Ол өзінің көз алдында, бірақ өзінен жасырын түрде азғын әрі ақылға сыймайтын қарым-қатынас басталған елестете алмады. Ақиқат тек 7 ай өткен соң ажырасудан кейін ғана белгілі болды. Бір күні Алиса кіші қызының күнделігін оқып отырып, жан түршігерлік жазбаны көреді. Онда Стивен қыздарына Кетиді енді әпке деп емес, мама немесе өгей ана деп атаңдар деп айтқаны жазылған еді. Сол күнделіктен Алиса тағы бір сұмдықты біледі. Кети Стивеннен жүкті болған. Сол сәтте ғана ол осы уақыт бойы өзінің көз алдында не болып келгенін толық түсінді. Бірақ бұл оқиға тек қана бастамасы еді. Бір күні кіші қызы Стивен мен Кетидің сүйісіп тұрғанын куә болады. Кейін ол күнделігіне былай деп жазады. Кети жүкті болса да, әкем олар өздерін ерлі-зайыптылар сияқты сезінеді. Олар түнде бір төсекте ұйықтайды. Қыз күнделігіне әкесін шайтан кемпіріне бейнелеп сурет салады. Ол Стивен мен Кетидің дүниеге келетін сәбиі жартылай жын болып туа ма деп шын қорыққан. Осыны білген Алиса бірден Стивенге телефон соғады. Бірақ оның жауабы әйелі есеңгіретіп жібереді. Сен мұны бұрыннан білесің деп ойладым. Біз бір-бірімізді сүйеміз дейді. Стивен еш қысылмастан. Осыдан кейін Алиса дереу полицияға арыз жазады. Алайда құқық қорғау органдары ешқандай нақты әрекет жасамады. 2017 жылдың 20 шілдесінде Стивен мен Кети некелерін ресми түрде тіркейді. Екеуі ахат қызметкерлеріне өздерінің туған әке мен қызы екенін әдейі айтпайды. Салтанатты рәсім Мэриленд штатында өтеді. Оған Стивеннің ата-анасы да, Кетидің асырап алған ата-анасы да қатысты. Барлығы болған жағдайға сене алмай, қатты абыржып қалған еді. Бірақ Кети бәріне мен оны сүйемін, соған тұрмысқа шығамын, оның баласына жүкті болдым деп мәлімдейді. 2017 жылдың 1 қыркүйегінде олардың ұлы дүниеге келеді. Сәбиге Бен деген есім беріледі. Алайда алғашқы некесіндегі сияқты бұл жолда Стивен өзгермеді. Ол жұмыс істемей, күн ұзақ үйде отыратын.
Уақыт өте келе олардың қарым-қатынасы да бұзыла бастады. Ал осы кезде Алисаның полицияға жазған арызы қайта қаралды. 2018 жылдың қаңтар айында соңында Стефи мен Кэти қамауға алынады. Бірақ көп ұзамай екеуіне кепілмен босатылады. Сот олардың бір-бірімен кез келген байланысына толықтай тыйым салды. Кішкентай Бенге қамқорлық жасау құқығы Стефеннің анасына берілді. Әке мен ана баланы көре алатын, әртүрлі уақытта және бір-бірімен кездеспеу шартымен ғана. Осылайша олардың жолы екіге айырылды. Кэти асырап алған отбасына Нью-Йоркке қайта оралды. Қанша ауыр жағдай болса да, Фуско отбасы оны қабылдап, қолдау көрсетті. Бірте-бірте Кэти өз өмірін қайта бастағысы келетін түсінді. Ол енді Стефенмен ешқашан бірге болғысы келмейтін. Арманы университетке түсу, жұмысқа орналасу және ең бастысы ұлы Бенді қайта өз қамқорлығына алу еді. Бірақ бір күні ол полицияның тыйымына қарамастан Стефенге өзі қоңырау шалады. Кэти оған ажырасуға арыз беретінін хабарлайды. Бұл сөздерді естіген Стефен ашуға булығады. Алдымен ол анасына хабарласып, кішкентай Бенді бірнеше сағатқа үйіне алып кеткісі келетінін айтады. Анасы ұлының мазасы күйінді байқайды. Бірақ Стефен мұны Кэти менен ажырасқысы келеді деп түсіндіреді. Еш жамандық ойламаған анасы Бенді оған береді. Ол бірнеше сағаттан кейін өз ұлына қорқынышты қылмыстың алғашқы құрбаны болатынын білмеген еді. Үйіне келген соң Стефен нәрестені қасақана тұншықтырып өлтіреді. Артынша оның денесін шкафтың ішіне жасырып қояды. Бұл адам сенгісіз қылмыстан кейін ол көлігіне отырып, солтүстік Каролинадан Нью-Йоркке қарай жолға шығады. Стефен Кэти мен оның асырап алған әкесінің әр демалыс сайын әжесіне барып тұратын жақсы білетін. Қарт әже немересін ерекше жақсы көретін және оларды апта сайын асыға күтетін. Бірнеше сағаттан кейін Кэти мен асырап алған әкесі әжесінің үйінен шығып, көліктеріне отырып үйлеріне қайтуға бет алады. Бірақ жол үстінде қарапайым ғана стоп белгісіне тоқтаған сәтте олардың жанына тағы бір көлік келіп тоқтайды. Рөлде Стефен, ал оның қолында қару бар еді. Еш ескерту жасамастан ол бірнеше рет оқ жаудырып, Кэти мен оның асырап алған әкесін сол жерде атып өлтіреді. Бірақ Стефеннің сұмдық әрекеті мұнымен де аяқталмаған еді. Осыдан кейін Стефен анасына телефон шалып, жасаған сұмдықтарының бәрін айтып береді. Ал бұл уақытта полиция оның үйіне қарай асығып бара жатқан еді. Үйді тінту барысында олар шкафтың ішіне кішкентай Беннің жансыз денесін тапты. Бірақ Стефеннің нақты қайда екенін ешкім білмейтін. Өкінішке қарай оны тоқтатуға кешеді. Анасына қоңырау шалғаннан кейін Стефен көлігімен бірнеше шақырым жүріп барып, жол жиегіне тоқтайды. Сол жерде ол өз-өзіне қол жұмсайды. Кейін Стефеннің бұрынғы адвокаты бұл оқиға жайлы былай деген: осыдан бір ай бұрын ғана біз бірге таңғы ішіп, ұзақ сөйлескен едік. Сол кезде оның мынандай сұмдыққа баратынын елестету мүмкін емес еді. Ешқандай күмән болған жоқ. Адвокаттың айтуынша бұл қайғылы оқиға бәрін есеңгіреткен. Ешкім мұндай қорқынышты трагедияның боларын болжай алмаған. Бәлкім, біз ешқашан Стефеннің санасында не болып жатқанын және оның мұндай жауыздыққа не итермелегенін білмейтін шығармыз. Бірақ бір нәрсе анық. Оның жасаған әрекеттері бірнеше адамның ғана емес, тұтас бір отбасының тағдырын мәңгілікке тастаған етті. Осы оқиғадан кейін қоғамда генетикалық жыныстық тартымдылық деп аталатын ұғым кеңінен талқылана бастады. Бұл бір-бірінен ерте айырылып, кейін ересек шақта алғаш кездескен жақын туыстардың арасында күшті романтикалық немесе жыныстық сезім пайда болуы мүмкін деген теория. Алайда бүгінге күнге дейін бұл құбылысты растайтын сенімді ғылыми дәлелдер жоқ. Сондықтан көптеген мамандар бұл теорияны ғылыми негізгі жеткіліксіз дәлелденбеген болжам ретінде қарастырады. Бұл оқиға адам психикасында ең қараңғы қырларының бірі туралы еске салатын жан түршігерлік трагедия. Осындай қайғылы жағдайлардың қайталанбауы үшін мұндай оқиғаларды есте сақтау, талдау және олардың сабақ алу өте маңызды.
Көргендеріңізге рахмет. Егер бейнеролик сізді қызықты болса, пікір қалдырып, өз ойыңызбен бөлісіңіз. Барлық пікірлерді міндетті түрде оқимын. Бейнеролик ұнаса лайк басып, арнайға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.